Сағатына байланысты. Сағат. Болып күйеуің кіріп келеді бас, не? Мынау кім деп. Аға мен білмей қалып, ойбай деп Надираның қосшы деп бәрі жазып отырасың. Надираның қосшы деп жазып жатыр. Ойбай. Айтып тұр ғой, мен Надира тұр ғой. Мен Надира кірейін деп жатыр, нормально болып тұр ма? Шашым бәрі болып тұр ма? Кірді. Кірді Надира. Привет. Привет. Тұрған жоқ па? Әлем бар. Ой, әдемісің. Болды. Қазір Надира күте тұр. Она женская. Іздеп таптым әйтеуір. Сізді айлардың жүзі, күндердің мыңы күттім ғой, Надира. Сонша қосыңызшы деп. Бірінші андай кездесіп, андай бір сөйлескен кезде кішкене қысылатын бар еді, Надира. Не болды, Надира, маман келіп қалды ма? Жоқ. Қай жақтың қызсың? Алматы облысы. Айна айтатырмын. Не ма, андай оқисыз ба, жұмыс жасайсыз ба? Жұмыс жасаймын. Жұмыс жасайсыз. Не жұмыс жасайсыз? Банкте. Білем деген ба? Банкте. Банкте ма? Қасыңызда кім отыр? Подруга. Кетіп атқан сияқты ғой подругаң, ә? Қалай? Тамақ жеп атқан сияқты ғой подругаң, ә? Жана чай ішіп болғанбыз ғой енді. Жинап отырмыз. Өткен жаңа оливье салаттарды әкетіп отырсыңдар ма? Под шубой. Шубадан жасалған тамақтар жеміз десең, армач? Конечно. Нема былай? Бір киноға барып, бір болады, бір андай бір. Сосын қалай? Бәрін айт. Асығып тұр, сосын. Ойбай, сен мен кім? Қасыңызда қызбен таныс қойын тоже. Саламатсыз ба? Привет. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Есімім Анель. Есіміңіз Анель, күштеген. Сіз не мандай подругасыз ба, или туысқансыз ба, сестра, сестренка, или ағасыз ба десең? Ойна айтатырмын. Бірінші класстан бері подругамыз екеуміз. Бір жерде жұмыс істейміз. Да, вместе. Надира, не істейміз? Киноға барайық та онда ертең. Дауысын естімеді. Барамыз. Ойбай, Надира. Қандай киноға барамыз, Надира? Қандай кинолар ұнайды саған? Маған комедия, ужастик. Ужастигіңді білмеймін, комедияңа барайық. Барайық. Айтуға да ыңғайсыз екен. Не болмайды. Реклама ондай болмай атады, кішкене соған. Әркім өз білесін, бірінші барғанда. Если ары қарай нормально болып сөйлесіп кетеміз, анау-мынау болса, келесіден бастап өзін төлем қайтар, ана сағатты ма, ломбардқа қойып бір нәрсе қайтар. Ақша шығаратын шығармыз. Сосын Надира. Өш жерде халықтың алдында ашығын ертең кино барғанда мен попкорн жейтінім бар еді, мен лейс жеймін, анау жеймін демей, жейтін болсаң, үйден жұмыртқа, колбасаңды алып шығайын алайын. Жарайды. Тағы не алып шығайын? Бірдеңе алып шығайын ба? Содан кейін сразу айтайын, машина, такси, анау-мынау емес, как штық метромен барамыз, или 154-ші барамыз. Оңай бар ма сенде? Бар. Болды ғой. Оңай мен сен төлесең, қайтарда мен төлеймін ғой, Надира.
Жарайды. Алып кетесің ба ана жақтан? Қаяқтан? Осы жақтан. Қай район сенікі? Электр район. Қай жақта ол? Электр район білмейсің ба? Грэс жақта. Мен саған по путим, сен мені алып кетсе жолда мен көшеге. Сен қай жақтансың? Мен негізі Тараздікімін, бірақ қазір тоже Алматыда тұрамын. Ертең қаншада кешкі сеансқа барамыз, күндіз жұмыста боласың ба? Иә, жұмыста. Күндіз жұмыс. Ертең менде выходной. Точно ма? Иә. Так, енді ертең выходной болса, онда бесик. Ертең сағат, мен анау қазір Шымкенттен достарым қыдырып келген ғой. Ертең бәріміз неге барамыз? Шымбұлаққа барамыз, кешке дейін сол жақта боламыз. Біз Шымбұлақтан келгеннен кейін примерно 10-дарға, 9-дарға таман сеанстан 2 билет алып қояйын. 9-ға это Кеш болып кетемін. ну да. Қайтуды ойлау керек просто ғой. Айтпақшы, ол кезде 9-10-дарға таман кірсек, 10-11-ге таман автобус жүрмей алады. Онда бесик 7-лерге таман алайын, сеансты. Иә. 7-лерге таман алсақ, так, 2 сағат кино көрсек, соған автобуспен қайтамыз, есін алдына шығарып салам, әңгімесін, в принципе, болады негізі. Даусың естілмей қалып жатыр, Надира. Білмейді ғой. Ау? Бір жаққа автобус жүрмейді. Нұртуғанда. Нурик, привет. Нурик, привет, несі? Наши одноклассники. Одноклассник, да? Иә, таныстар шығып жатыр. Все, тогда ертең сағат 7-те киноға барайық. Егер де не істеп жатсақ, киноға кіріп, не істеп жатсақ, мына жақта енді 2180 адам көріп отыр ғой. Ертең, в общем, достар, сағат 7-те история салам. Надира екеуміз киноға бардық. Осындай, деп. Астына жазатын болам, Надира кім билетті, кім алды автобусқа, кім төледі. Сен санда ертең. Анда ертең болғанда, сен маған не істесе, дайректен жаз жерсе, бір нәрсе деп. Даже. Енді сен қыздың ғой, кішкене бірінші шаг сенен болу керек қой, как... Мен жасадым ғой жаңа. Жасадым ғой, қошты деп. Жоқ, мен дайрегімен жаз жерсе, сен бір нәрсе деп. Мен таба алмайсың ба не? Мен қайтып табамын сен? Подписчиктердің бәрі біледі екен, бағана айтып жатты ғой, Надира деп. Өзім тауып аламын онда. Короче, Надира, мен сразу айтайын, ертең барып алып, мен сен ойнап тұр екен дедім. Жігітсің ғой, сейші, ты чё, анау, серьезно айтам, Надира қалтаңа жоқ дегенде 5 теңге алып шық. Понимаешь мен? Сен Каспийға жер қойайын ба? Вообще дұрыс болар еді, қазір жартысын жіберіп қойшы, жүрегім тыныш жіберіп. 1% жер қойын. Тағы нелер бар? 5 теңге алып шықсаң, менде қазір 2800 теңге бар. Теңгесіне бетін пак төлейм, 2000 теңге қалады. Жетеді, в принципе. Бір жерге барып, кофе ішу болады ма, или үйге қайту керек бола ма? Сағатқа байланысты ғой. Сағатына байланысты? Сағат дегенде кеш болып кетсе деген ғой, үйге қайту керек қой. Шош кет. Ой, айш. Бағаннан жүресі отырыңдап болам. Надира, онда походу көреміз енді, мына жерде енді халықтың көбінше бәрін сөйлеспей ақ қояйық. Дайректі бош. Все, Надира. Айтпақшы, бір жақта достарым айтады, қолында обручалкасы бар ғой дейді. Жоқ, ол мынау қолда тұрады ғой. Менде мынау қолда. Обручалка емес қой, ә? Все, бала жоқ, ешкім жоқ, айтыр. Қойдақ соң. Ертең көрі, өйтіп әдемі кезім.
болып күйеуің кіріп келеді болсын, мынау кім деп. 저 Аға, мен білмей қалып, ойбай, деп кино. Все, да? Я сочувствую. Все, Надира, танысқаныма қуаныштым. Дайреңе жазам, ертең сағат. Все, тогда қыздар, танысқаныма қуаныштым. Ертең 7-де кинотеатрда Надира 5 теңгемен, как штык, обязательно, без порожняк. Бәрі дұрыс жағынан болсын, иә? 예. Все. Болды онда, ертең не істейміз? Дальше сөйлесіп жалғастырамыз.